Бұл қыздың бір түрлі бір әдеті бар еді. Оның бұрынғы жігіттерінің барлығы қара нәсілді болған. Қазіргі жігіті де сондай. Оның қара жігіттерге неге құмар екені белгісіз, әйтеуір әрқайсысына "Сен менің алғашқы қара нәсілді жігітімсің" деп айтатын. Бір күні ол Кристі ата-анасымен таныстыру үшін үйіне шақырды. Крис қатты қобалжып, ата-анасы оны жақтырмай қалама деп алаңдайды. Бірақ сүйіктісі ата-анасының нәсілге байланысты ешқандай алалаушылығы жоқ екенін айтып, оны тыныштандырды. Крис оның сөзіне сеніп, бірге баруға келіседі. Бірақ бұл сапар оның өміріндегі ең қорқынышты құпияның бетін ашатынын ол әлі білмеді. Ата-анасының үйі қала сыртында, әрі өте үлкен екен. Үйдің өз бағбаны мен қызметшісі де бар еді. Олар келген бойда ата-анасы екеуін жылы қарсы алды. Расында да, Криске деген көзқарастарынан ешқандай кемсіту байқалмады. Керісінше, оған ерекше ықылас танытады. Алғаш кездескенде әкесі Криске үйді көрсетіп, кейін ас үйге ертіп барды. Сол жерде Крис қара нәсілді үй қызметшісін көреді. Әйелдің жымиған күлкісі біртүрлі көрінді. Оның бұл оғаш қылығы ауладағы қара нәсілді бағбанды есіне түсіреді. Бағбан да Криске түсініксіз біртүрлі көзқараспен қараған болатын. Мұның бәрі Кристі мазасыздандыра бастады. Одан да күмәндісі, сүйіктісінің ата-анасы Криске тым жылы қарым-қатынас жасап, оның әр әрекетін мұқият бақылап отырғандай көрінді. Бір кезде оның темекі шеккісі келіп мазасыздана бастағанда, әкесі бұны бірден байқап, әйелінің гипноз жасай алатынын және гипноз арқылы темекіні тастауға көмектесетінін айтады. Крис әрине бұл ұсыныстан бас тартты. Кейін олар Кристі ертеңгі жиынға шақырады. Жиын деген сөзді естігенде үй қызметшісі әлдебір нәрсені есіне түсіргендей болды. Мұны байқаған анасы оны бірден жұмсап жібереді. Сол кеште бәрі дастархан басында әңгімелесіп отырды. Қыздың інісі Кристен жаттығумен айналысасың ба деп сұрағанда, отырғандардың бәрі тына қалып, оның жауабын мұқият күтеді. Бұл жағдай Криске ыңғайсыз тиіп, ол үндемей құтылды. Түнде күндізгі оқиғаларды ойлап, ұйқысы қашқан Крис аулаға шығады. Сол жерде одан да түсініксіз жағдайға тап болды. Қара нәсілді бағбан оған қарай тура жүгіріп келіп, дәл алдынан күрт бұрылды да әрі қарай жүгіріп кетті. Үрейленген Крис артына бұрылған сәтте көргенінен одан сайын шошып кетеді. Асығыс үйге кірсе, сүйіктісінің анасы орындықта оны үнсіз бақылап отыр екен. Ол Кристі гипноз жайлы сөйлесуге шақырады. Әйел гипноз кезінде адамның назарын белгілі бір нүктеге шоғырландырып, оны өте тез сенгіш күйге енгізуге болатынын түсіндірді. Крис оның сөздерін түсіне алмады. Сонда әйел одан өміріндегі ең ауыр естелігін сұрайды. Осы кезде ол қасықты кесеге үйкеп, бір сарынды дыбыс шығара бастады. Не болып жатқанын түсінбесе де, Крис біртіндеп оның айтқанына еріп, ішіндегі ең ауыр естеліктерін айтып бере бастайды. Кенет көзіне жас толып, өзінің қозғала алмай қалғанын түсінді. Бірақ әйел оған мүлде аяушылық танытпастан сұрақтарын үсті-үстіне жалдыра береді. Крис өзін түбі жоқ қараңғы тұңғиыққа құлап бара жатқандай сезінді. Ал алдындағы көрініс біртіндеп алыстап, көмескілене түсті. Кенет ол шошып оянады. Барлығы жай ғана түс болғаны ма? Таң атып келе жатты.